ережені сақтаймыз. Тоқта деген жұмыс жасамаймыз. Қол алыс. Ардақ жанкүйерлер, рефери тиісті нұсқауларын берді, жекпе-жегіміз басталды. 70,3 келі салмақ дәрежесі. Көпірштар Руслан Туяқов, Саратов, Ресей. Енді Қазақстанның намысын қорғап жүрген азамат қазіргі таңда. Автауына ұтып алу жөн оңай. 100 айфондың бірін ұтып алу жөн оңай. Ешқандай мәселе жоқ. Жөн ғана балансыңды толықтан. Жөн ғана мой о тіркемесін қолдан. Жөн ғана билеттерді топтап, игілігіңді қармап қал. Жана албетте, билеттерің қаншалық көп болса, мүмкіншілігің ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой о, утуш оңой. Қарсыласы аса азулы, тәжірибелі қырғыз жауынгері Қаныбек Жаныбек ұлы. Алғашқы соққа Лоу Тұяқ теңшісінде. Қаныбек Жаныбек ұлы көп жағдайда әзірге асқатын емес. Барлау қимылдарымен байпен баппен бағамдап Тұяқовтың аяқ алсын танып көруге ұмтылыс жасауда. Енді бұл салмақтың иелері шындығында жекпе-жектері қарқынында аса жоғары болып келеді. Әзірге екі жауынгер ешқайда асығатын емес. Руслан Туяқов артқа шегіне жүріп көбінесе Жаныбек ұлын шабуыл жасауға шақыратындай. Аңдап жүріп қағып алудан. Тағы бір лоу. Ішкі лоу. Яғни бұл Жаныбек ұлының жекпе-жектерін жалпы көріп жүрген жанкүйерлер болса біледі. Тамаша, қазір қырғыз жауынгері Тұяқовтың бүйір тұсынан бірнеше соқсын қадап үлгерді. Қауіпті бұл. Сондықтан мүмкіндік бермеу қажет. Осы бір нағыз балуандардың белдескен сәті ғой бір шетінен. Жаныбек ұлының бүйірден ұрған соққылары Тұяқов үшін қолайсыздық тудырғаны анық. Бірден артқа шегініп кетті. Енді екі жауынгерде тәжірибелі. Сөзсіз. Бірақ тәжірибенің аты тәжірибе. Ешкім алға ентелей ұмтылып асығыстық жасауға құлықты емес. Жалпы Найза 44 турнир аясындағы тағы бір тартысты жекпе-жек деп. Не үшін күні бұрын айтып жатыр деп ойлайтын шығарсыздар. Бұл енді екі жауынгердің төбелесу стиліне, жалпы жекпе-жекті өткізу мәнеріне қарай отырып берген бағамыз. Екі жігітте ашық айқасы жақсы көреді. Сондықтан екі жауынгерде аянып қалмайтыны түсінікті. Бірінші раунд шындығында аса бір өктем қимылдарға, өткір соққылармен шабуылдарға толық болды деп айта алмаймыз. Жаныбек ұлы артқа шегінуге мәжбүр. Өйткені Русланның шабуылдарына рейін кіре бастады қазір. Бұған дейін аяқпен ғана соқ бақта жүрген Руслан енді жылдамдықты арттырып қырғызстандық жауынгердің жемісті болған жет соқсы. Тамаша, қараңыздарша. Қырғызстандық жауынгер секіріп тұрып. Бұл енді айтып отырмыз ғой, екі жауынгер әмбебап. Қандай стилде болса да төбелесе беруге дайын. Әрі Жаныбек ұлының жаңағындай соққылары талай жанкүйер жұрттың құмарын тарқататын сөзсіз.
Тұяқов қарсыласын партерге қарай қолатуға тырысып бағуда, бірақ Жәнібекұлы қарымта әдісті лезде дайындап үлгерді. Қалай болар екен? Бақылау Тұяқовтың еншісінде. Ал Жәнібекұлы оған дес беретін емес әзірге. Жақсы. Раунд соңындағы басымдық кімге бұйыратын болса, таразының басы сол жаққа ауады. Жақсы! Сәтті әдіс Тұяқовтың еншісіне жазылды және қылғындыру әдісін жүзеге асырып көреді. Соңғы секундтарда Руслан Тұяқов. Бірақ оған Жәнібекұлы оңай беріле қояды ма? Міне сұрақ. Әрине жоқ. Еш қиындықсыз сабырлықпен дейікші. Айқасты бастаған болса, бірінші раундтың соңына қарай Мінекей бір-біріне деген құрметтері керемет жігіттер. Жекпе-жектің қарқыны күрт өзгерді. Қазір екінші раунд, соның бір финалы болатын тәрізді. Осы қарқынның Жәнібекұлы жемтігін аңдыған барыстай болып енді еппен алға ұмтылыс жасауда. Құлашта бұрып көрді, қауіпті. Бұзоқны Тұяқов көріп тұр. Алда ұсыратып барып, Тұяқов өз қақпанын құрып көрген еді. Тамаша. Екі тарап бір-бірінің мергендігін сынап жатыр қазір. Осындай соққы алмасу сәтінде кім дәлдігі кімнің жоғары. Жәнібекұлы аяқты іске қосты. Тіпті тұрысын алма кезек ауыстырып көруде. Біресе оң қол алдына шықса, екінші сәтте сол қолы. Тұяқов бір қалыпта қимылдауда. Өте қауіпті қазір Жәнібекұлының мына бір соққысы. Бұл айқастың нүктесін қоятын секілді. Басын бұқпан тайлаған Тұяқов. Осы тегеурінге шыдап бере алады ма? Тамаша. Руслан Тұяқов бұл тегеуріннен шығып үлгерді және қарымта шабуыл. Мінекей Азамат шыдап берді. Көрдіңіз бе? Салмақ иелері мынадай болғанмен де айқастың аржақ бер жағын бір соққы шешіп кете береді. Сондықтан аса қауіпті. Бұл айқастың басында қазір енді Жәнібекұлы тағы да өзінің үстемдігін осы бір шынтағымен бағытталған қанжардай осып түсетін соққылармен шегелей бағуда. Қабақ жарылған тәрізді Тұяқовтың қан саулап қоя берді. Қазір тізесінде оске басуда Жәнібекұлы үсті-үстіне қарша жаудырған қырғызстандық файтердің соққылары. Руслан Тұяқов қорғануға мәжбүр, аяққа тұрып үлгерді. Ал бұл раундтың тек бел ортасы ғана. Екінші кезеңнің Керемет бір шыдамдылық көрсетуде. Мынадай драмаға толы айқас енді тарабынан Азамат. Қандай стильде, қандай бір сценариймен бұл айқас өрбімесе де екі жауынгерде тік тұрып қол соғуға лайықты. Көрдіңіздер, ардақты жанкүйерлер. Қазір енді Жәнібекұлы өзінің позициясын жақсартып алды да ауыр балғасын сілтеген ұстадай болып қарсыласының төбесінен төндіре ауыр соққыларын, жауапсыз соққыларын қарша боратуда. Тұяқов жекпе-жек аяқталды. Техникалық нокаут. Керемет. Мықты екенін көрсетті. Осылайша бірінші, екінші кезеңнің бел ортасынан асқан тұста Қаныбек Жәнібекұлы соңғы сәтсіздігінен кейін